Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз осылай кәдіден өте дәмді, керемет, жұмсақ болып жасалатын торт жасайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен өзіме осындай қажетті кәдіні алып, бөліктерге бөліп, тазалап алдым. Бұл үлкен кәді, бұның арасында осындай дәнектері болады. Ал егерде кішкентай кәді алатын болсаңыздар, оның арасында ешқандай дән болмайды, және де туралуы да өте оңай оның. Мінекей ішін тазалап алдым. Енді бөліктерге бөлетін боламын. Өзіме қажетті бөлікті осылай үккіштен өткіздім. Ұсақ үккіштен өткізесіздер. Одан соң тұз қосып, араластырып 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Осылай 3 штук сарымсақты үккіштен өткізіп алдым. Мінекей 20 минут өткеннен соң кәдімді алып, оның суын қысып түсіретін боламыз. Осылай қысу арқылы қолдың көмегімен кәдінің суын төгеміз. Одан соң 3 жұмыртқаны қосып, оған тұз, бұрышымызды, сарымсағымызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, одан соң ұн қосып, оны да бір-екі етіп араластыратын боламыз. Достар, егерде сіздер әлі де мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Егер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге бірінші болып көрінеді. Қызып тұрған табамызға аздап май құйып, осылай кәдімізді пісіріп аламыз. Әрбір пісіріп алған тортымызға осылайша арасына майонезіміз жағып, оған қызанақты арасына қойып, бірінен соң бірін орналастыру арқылы торт жасаймыз. Біздің тортымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Осылай тез-тез бір-бірінің үстіне қою арқылы тез-тез дайындап шығамыз. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді болып шықты. Мені арнама тіркелуді ұмытпаңыз, сау болыңыздар.